Ассаламу алейкум. Бүгінгі біздің бейне жазбамыз ерекше болмақ. Неге десеңіздер айтайын. Мен дәл қазір 2 ракағат намаз оқимын. Намаз қазақ тілінде болмақ. Бұл дегеніміз намазды қазақ тілінде оқуға болады деген сөз емес әрине. Намаз араб тілінде ғана оқылады. Біздің мақсат күнделікті намазымызда оқып жүрген сүрелеріміз, қиям, рукуқ, сәжде, осы секілді намаздың іс-әрекеттерін қазақша мағынасымен толық түсіну. Ендеше бейне жазбаны соңына дейін қараңыздар. Ниет еттім Алла разылауы үшін 2 ракағат оқуға. Жүзімді қараттым құблаға. Алла ұлық. Уа Аллам, сені тасбих етіп, күллі жаратылыс пен нұқсан атаулыдан пәктеймін. Саған хамд айтып мадақтаймын. Сенің қасиетті есімің аса мүбәрәк, және де сенің ұлылығың аса жоғары. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Лағнетті шайтанның азғыруынан бір өзіңе сыйынамын. Барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббы, Рахман, Рахим, және де қиямет күнінің иесі Аллаға тән. Тек саған ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тура жолға сала көр. Нығметке бөлендіргендерінің жолына, ашуға ұшырағандардың және де адасқандардың жолына емес. Айт, ол Алла, біреу ғана, Алла мұңсыз. Әр нәрсе оған мұқтаж. Ол тумады да, туылмады, әрі оған ешкім тең емес. Алла ұлық, аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Алла өзін мадақтаған жанның мадағын естиді. Ей Раббым Алла, хамд мен мадақ саған ғана лайық. Алла ұлы. Аса ұлы Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса ұлы Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса ұлы Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Алла ұлы. Алла ұлы. Аса ұлы Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса ұлы Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса ұлы Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Алла ұлы. Барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббы, Рахман, Рахим, және де қиямет күнінің иесі Аллаға тән. Тек саған ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тура жолға сала көр. Нығметке бөлендіргендерінің жолына, ашуға ұшырағандардың және де адасқандардың жолына емес. Адамдардың Раббысына, адамдардың жалғыз иесіне, адамдардың Құдайына сыйынамын. Сол бір азғырған шайтанның кесірінен ол адамдардың жүрегіне жаман ой салып азғырады. Ол шайтан жындардан да, адамдардан да шығады деп айт. Алла ұлы. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Алла өзін мадақтаған жанның мадағын естиді. Ей Раббым Алла, хамд мен мадақ саған ғана лайық. Алла ұлы. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Алла ұлы. Алла ұлы. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Аса үлкен Раббым, күллі кемшілік атаулыдан пәк. Алла ұлы. Тілмен, денемен және мал-мүлікпен орындалатын ғибадаттардың бәрі Аллаға ғана тән. Я жоғары мәртебелі пайғамбар, Алланың сәлемі, рахметі және берекеті саған болсын. Сәлем және сәлеметтік бізге және Алланың игі құлдарына болсын. Шахадат айтамын, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ екеніне, және де шахадат айтамын, Мұхаммед Алланың құлы әрі елшісі. Я Алла, Ибрахимге және ұрпақтарына рахмет еткеніңдей, Мұхаммедке және Мұхаммедтің ұрпақтарына да рахмет ет. Шын мәнінде сен аса мақтаулы әрі жоғарысың. Я Алла,
Ибрагимді және ұрпақтарын мүбәрак еткеніңдей, Мұхаммедті және Мұхаммедтің ұрпақтарын да мүбәрак қыл. Шын мәнінде сен аса мақтаулы әрі жоғарысың. Я Алла, бізге дүниеде де жақсылық бер, ақыретте де жақсылық бер, және тозақ отынан сақтай көр. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.